Талдықорған қаласындағы Қайнар аккумулятор зауыты өнімнің 70%-ын шет елге экспорттап келе жатыр. Анығырақ айтқанда, Тәжікстан, Түркменстан, Қытай, сондай-ақ Ресей мемлекетіне. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхамедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында қазақстандық аккумуляторлардың қалай өндірілетінін көзбен көретін боласыздар. Зауыт кеңес уақытында салынды және 90-шы жылдары дағдарыстан қалпына келуге дейінгі қиын жолдан өтті. 2008 жылы зауытта өндірістің түйінді үдерісіне толық жаңғыру жүргізілді. Жаңа еуропалық құрылғылармен жабдықталды. Аккумуляторға арналған мырыш қышқыл өндіру үдерісі жетілдірілді. 2010 жылдан бастап Қайнар АКБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазіргі заманғы басқарушылық технологиясын Кайдзен, яғни оқыпты өндіріс жүйесін енгізе бастады. Оның мақсаты аккумулятор батареясын шығару саласында ТМД көлемінде ғана емес, алыс шет елдерде де көшбасшылық позицияға шығу болып табылады. Нәтижесінде жұмыс уақыты ысырабын 20%-ға дейін қысқартуға және аккумулятор шығаруды 15%-ға көбейтуге қол жеткізілді. 2007-2008-де бүкіл заводтың бәрін несін ауыстырып тастадық. Бүкіл модернизация өтті да, бәрін жаңадан ауыстырды. Что мировой стандартқа сәйкес болу үшін. Соның арқасында біз сапаның жоғары арқалығында біз шетелге шығып отырғанымыз сол. Мына көріп тұрғандарын Қытайдан алдық, оның Америкадан алдық, Италия, Сабама деген ең мықты фирмалар, Дигатрон деген немістің фирма, БМ Розендал деген Австрияның фирмалары, түріктің жақсы фирмаларынан алдық. Ең мықты деген фирмалардың бәрін барып көріп, қалай жұмыс ететін жаңағыдай бәр жерде салыстырып, соған біз тоқтадық. Енді қары ұялмай, сондай шетелдің адамдары кеп көреді, өздері кеп наладқысын жасайды. Ешқандай қиыншылық көріп жатқан жоқпыз біз. Солардың деңгейіне жеттік деп ойлаймыз. Өндірісте қазақстандық үлес 80%-ды құрайды. Аккумулятордың негізгі ішкі құрамы қорғасын өзімізде шығарылады. Химиялық қоспалары толықтай Қазақстанда өндіріледі. Тек қана аккумулятордың қорабын жасау үшін полипропилен шетелдерден сатып алынады екен. Мұнайдың қалдығынан жасалынатын полипропилен Қазақстанда да өндіріледі. Тек техникалық мінездемесі сай емес. Бұл аккумуляторлардың қорабы -50, +50 градусқа төтеп беруі керек. Полипропиленді осында балқытып, аккумулятордың бұрамды қақпағына дейін осы цехта жасалынады. В этом цеху мы производим пластмассовые детали для производства аккумуляторных батарей. Бұл цехта біз аккумулятор батареяларына арнап пластмассалық бөліктерін өндіреміз. Бұл моноблоктарын, беткі қақпақтарын, бұрандыларын, тасымалдауға арналған құлақтарын, барлығы осы жерде жасалынады. Оларда Қытай елінен әкелінген термопаст автоматтарында жасаймыз. Бұл құрылғылардың осы жерде 29 бірлігі тұр. Шикізат, яғни полипропилен оңтүстік Кореядан, Ресейден және Венгриядан тасымалданады. Құрылғылардың барлығы автомат түрде жұмыс жасайды. Бір оператор 2-3 құрылғыны қадағалап тұруға міндетті. Біздің қолданатын шикізат ол полипропилен. Полипропиленді осында мешоктардың ішінен мынаның ішіне аударылады. Одан кейін мына шикізат пневмозагрузчик арқылы бункердің ішіне толтырылады. Бункердің іші толғаннан кейін бұның жанында краситель орнатылады мына. Красительмен. Мысалы мына ақ краскамен ақ краситель. Әр бункердің жанында шикізатты кептіретін сушильное устройство бар мына жерде. Менің қазір жасап жатқан жұмысым, құйылып жатқан ол аккумулятордың бетіне жабылатын қақпақтары. Әрмен қарай келесі цехтың жұмысымен таныстырайын. Қазақстанның барлық аймағынан ескі қолданыстан шыққан аккумулятор жиналып, осы жерде бөлшектеліп, қайта өңдеу жұмыстарына жіберіледі. Біз тұрған цех аккумуляторларды қайта өңдеу цехы. 2012 жылға дейін бұл цехта аккумуляторларды қолдың күшімен, яғни қолмен бұзатын. Ал дәл қазір бұл цехта Италияның Ingetec компаниясына мынандай құрылғы алып, автомат түрде аккумуляторды бөледі, яғни қорғасын бөлек, полипропиленін бөлек, пастасын бөлек алады. Мынау кәдімгі аккумулятордың ішіндегі тор көздері, сеткасы, яғни ал мынау пастасы. Бұлардың барлығы қайтадан өндіріске қолданылады.
Қайта өңдеу үрдісінің келесі сатысы қорғасынды балқытып, қайта құю болып табылады. Бұл жерде жәнегі уақыты біткен аккумулятор батареяларды шауылып, отход болып туралып бізге келеді. Келгендерді пеште біз оларды балқытамыз. Черновой қорғасын шығарамыз. Пештің балқаны 900-1100 градуске дейін балқиды. Қорғасынымыз. Мына тұрғандардың бәрі шыққан газдардың отходящий газов температуралары, мазуттың температурасы. Бұл цехта қайтадан өңделген аккумулятордың қорғасындары балқытылып, мынандай қалыптарға құйылады. Ағамның қызметі бұл жерде қорғасынның бетіндегі көбігін алып тұр. Енді бір қорғасынның бұлағы тәрізді. Шыны керек, мен бұндай балқыған қорғасынды бала күнімде артқа қиған кезде көрген болатынмын. Өте әдемі көрініс. Бұл қорғасындар әртүрлі маркада құйылуда. Өндірістің келесі кезеңінде осы қорғасындар қайта балқытылып, өзгеше формаға енеді. Міне, осындай дайын қорғасындар әрмен қарай пешке барып түседі. Пеште балқытылып, бұл қорғасындардан лента дайындалады. Лентаның әзірлеудің екі түрлі әдісі бар екен, оның бірі канадалық, екінші итальяндық дейді. Мынау итальяндық құрлығынан шығып жатқан қорғасын, мінекей, лента бастапқы түрден 12 мм, яғни 1 сантиметрден көп шығады. Әр мынандай бөліктен, әр санаттан өткен сайын қорғасын лентасы 9 мм-ге барып жетеді. Ең соңында мынандай барабанға оралып, дайын материал болып, әрмен қарай өндіріске жөнелтіледі. Өздеріңіз көрген лента күйін айналған қорғасын мына құрылғыға келгенде ұрылу арқылы мынандай төркөзге айналады, яғни сеткаға. Бұл сетка мына жерге жетеді, burada да ортасы тесіледі. Ал мына құрылғыда қорғасын пастас жағылады. Бір-біріне жабысып қалмас үшін сондай-ақ сыртына қағаз жапсырылады. Ал мына жерде бұл қорғасындар бөлініп, дайын күйінде мына құрылғыға жетеді. Бұл құрылғы Америка Құрама Штаттарынан әкелінген, жәнегі бөлу, сондай-ақ кептіру қызметін орындайды. Мінекей, дайын күйінде аккумулятордың ішкі құрамдары әрмен қарай жинастыру цехына жөнелтіледі. Аккумулятор құрастыру цехындасыздар. Бұл цехта аккумулятор жинайды, құрастырады. Цехта 150 адам жұмыс жасайды. 3 смен, 6 құрастыру линиясы бар. 3 линия Савема фирмасынан, 3 линия БМ Розендал, Австрия мен Лапнематика фирмасының линиялары. Бұл зауытта күніне 7000 аккумулятор шығарылады екен. Ал маусым кездерінде күніне 10.000 аккумуляторға дейін шығарылады. Маусым дегеніміз ол шілде және тамыз айында, қыс уақытына дайындық кезеңінде. Мен жасап тұрған дүние бұл соңғы процесстердің бірі. Минус және плюсына көк, сондай қызыл қақпақтар кіргізіледі. Әрмен қарай аккумуляторлар қоймаға жөнелтіледі. Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.